Құрметті инста достар, сіздерде сондай таныстарыңыз бар ма? Адал, халал, яғни мүлде арақ шарапсыз, коньяк, виносыз өтетін тойға пакет тасиды. Еще ол пакеттің ішінде мынадай бәлелер шығады. Осылайша бүкіл бір тойдың бытысын шығарады. Неге дейсіз бе? Біріншіден әлгі сабырлы, салиқалы, ғибрат әңгімемен басқарып тұрған тамаданың жұмысын далаға жібереді. Екіншіден, мына төрде адам отыратын болса, соны уайымдатады. Ал үшіншіден, ар жақ шетте көпшіліктің тілегін тыңдап, подаркасын алып жатқан той иесінің мазасын қашырады. Жоқ, сіздер ойлайсыздар ғой деймін, егер дастарханның астына тығып қойсам, ешкім көрмей қалады деп. Ей, түбінде Құдай тағала Алла көріп тұр ғой оны. Еще оның харам екенін өзің де білесің. Егер ойланып қарасаң, арақ, вино, коньяк деген біздің атамыздан қалған ас емес. Ондай затсыз-ақ біздің тойларды керемет өткізуге болады. Ең бастысы сол үшін мына жүректен ниет келеді. Сондықтан өз тойыңыз басқа енді, бірақ біреудің тойын ешкім бұзуға құқы жоқ. Сондықтан тек қана жақсы күнде, жақсы тойда жүздесейік, қазақтың тойы өтпесін.